1991-дің тәуелсіздік таңы атты ғой. Сол кезде барлық қазақ ат ойлатып, қазақтың тәуелсіздігіне қуанды. Осы кезде ата жұрттағы жырақта жатқан халық осы елге оралудың ең бірінші арманы болатын. Сол кезде мен ойыма түсіп жатыр, жаңа көз алдымнан өмір өтеді ғой. Небәрі 7-8 жасар, 10 солымды емеген бала еді. Сонда әке-шешеміз әлі күнге дейін естелік айтып отырады. Осы туған жерге сендерді әкелген себебім өссін, өнсін, еңбек етсін, халыққа қызмет етсін деген арман мақсатпен келіп едік. Енді бүгін міне соның жарқын белесі ғой. Бәріміз отбасы болып, көп балалы ана, біз де елімізге қызмет етіп, ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз. Сондықтан осы жаңа конституцияның барлық тұстарынан өзімнің ұрпағымның, осы тұрған халықтың ұрпағының жарқын болашағын елестетіп жатырмын. Сондықтан адам капиталы біздің конституциямыз негізгі кепілімізде сенімдіміз. Біз де осы конституциялық реформаны қолдаймыз.